Баршаңызға қайырлы күн. Берекелі дастархан арнасына қош келдіңіздер. Ең алдымен берекелі дастархан арнасына тіркеліп қойыңыздар және де видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ нан пісіретін боламыз. Өте ерекше нан болып шығады. Бізге керекті заттар: 250 грамм жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз және 200 грамм жылы суымызды құямыз. Және 50 грамм ерітілген сармайымызды құямыз. Суымыз бен сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Қасықпен шамалы араластырып аламыз. Үстінен 1 ас қасық ашытқымызды, 3 ас қасық қантымызды, 1 ас қасық тұзымызды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз және бетін жауып 15 минутқа қоямыз. 15 минут уақытымыз өтті. Үстінен 800 грамм електен өткізілген ұнымызды саламыз. Мендегі ұн жоғары сұрыпты ұн. Лопатканың көмегімен араластырамыз және де содан кейін қамырымызды жақсылап иіні қанғанша илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Қолға жабыспайтын өте ыңғайлы қамыр болып шығады. Қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. Қамырыңызды қалыңдау көрпемен немесе одеялмен орып қойсаңыздар болады. Қамырымыз көтерілді. Противніңізге алдын ала пергамент қағазын төсеп алыңыздар. Қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы, қолға жабыспайтын болады. Қолыңызға ешқандай майдың жағудың қажеті жоқ. Видеода көргендеріңіздей қамырды дөңгелетіп жасайтын боламыз. 1 противнге 4 қамыр сияды. Одан артық қамыр салмаймыз. Егерде одан артық қамыр салатын болсаңыздар, бір-біріне жабысып пісетін болады. Сондықтан 4 қамыр жеткілікті 1 противнге. Және де бетін салафанмен жабамыз. Немесе матамен жауып қойсаңыздар болады. 10 минутқа қоятын боламыз. 10 минут уақыт өтті. Қамырымыз кішкене көтерілді және де қолымыздың көмегімен ортасынан жақсылап басып, ойық жасайтын боламыз. Жақсылап қаттырақ бассаңыздар болады. Өйткені піскен кезде көтеріліп пісетін болады қамыр. Сондықтан ортасын қаттырақ басып ойық жасаңыздар. Вилканың көмегімен ортасын тесіп шығыңыздар. Және де 1 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, 2 ас қасық сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, нанымызға жақсылап жағатын боламыз. Яғни қамырымызға жағатын боламыз. Жақсылап шеттеріне де жағыңыздар. Және шеттеріне осылай күнжіт себеңіздер. Күнжіт болмаса, семечке сепсеңіздер де болады. Өз қалауларыңызша және ортасына мак себемін. Қамырымызды 180 градуста 50 минут пісіретін боламыз. Алдын ала газыңызды қыздырып алыңыздар. Нанымыз пісіп шықты. Өте ерекше, әрі жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Қонақ шақырғанда дастарханыңыздың сәні болып тұратын өте ерекше нан болып шығады. Егерде менің видеом сіздерге ұнап жатырса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.